Азамат Скаков «Мен» кітабынан үзінді. Барлық оқиғада мен ғана бармын. Менің өмірімде болып жатқан дүниелерге тек мен ғана жауаптымын. Бұл ересек адамның дұрыс позициясы. Бүгіннен бастап кішкентай кезіңізден санаңызға сіңіп қалған қандай да бір тұжырым сізге зиян тигізіп жатса, бір ғана сұрақ арқылы шешуге болады. Мен қалай өзгерте аламын? Жауапкершілік өзімізде екенін түсінген болсақ, енді әрекетке көшуіміз керек. Иә, мұғалім дұрыс істемеді. Мен қалай өзгерте алам? Окей, заман сондай болды. Енді оның маған тигізетін кері әсерін мен қалай жақсы жаққа өзгерте аламын? Иә, әкем ішті. Ол менің жадымда кәдімгідей травма, қорқыныш болып қалды. Осы реакциямен өзіме зиян келтіріп жатқан тұжырымдарды қалай өзгертемін? Иә, жақсы. Үйленіп едім, әйелім онша емес болып шықты. Мен не істей аламын? Өміріңізге зиян тигізіп жатқан тұжырымдардың бәрін өзіңізге дұрыс сұрақ қою арқылы өзгертуге болады. Мен не істей аламын деген сұрақ сізге дұрыс әрекет жасауға жол ашып береді.